Assalomu dostlar. Kim chempion? Argentina mı, İspanya mı? Biroq biz bugun futbol jayında emas, aviatsiya jayında so'z qo'zg'agim kelib tur. Men avia dispetcher bo'lib жұмыс жасаймын. Сондықтан да bugun Испания мен Argentinani aviatsiyalik әлеуеті bo'yicha салыстырғым kelib tur. Оны жай ғана емес, 5 түрлі бағыт бойынша жасаймыз. Бірінші әскери авиация, екінші азаматтық авиация, әуе қозғалысын басқару және де Қазақстан еліне ықпалы деген секілді 5 түрлі бағыт бойынша салыстырып, видеоның соңында кім чемпион бірге анықтайтын боламыз. Кеттік ендеше, бірінші тайм. Әскери авиацияда кім мықты? Салыстыруды Аргентинадан бастайық. Аргентинадан бастайтын болсақ, оның Кордова деген қаласында Фадея мемлекеттік авиация зауыты жұмыс істейді екен. Ол Латын Америкасындағы ең көне ұшақ шығаратын зауыттардың біріне жатады. 1927 жылдан бері жұмыс жасайды екен. Ойлаңызшы, біздің елде ол кезде не болып жатты? Колхоз, совхоздар құрылып, елдің малын тартып алып, ашаршылық, қуғын сүргін деген секілді нәрселер болып жатқан кезде олар осындай өндіріспен айналысып жатқан екен. Ойлаңызшы. Кейіннен олар авиация саласына қарай бейімделген екен. Шығаратын негізгі ұшақтардың екі түрі бар екен. Біреуі ИА-63 Пампа деп аталады. Ол реактивті оқу жаттығу ұшағы болып табылады. Ұшқыштарды әскери авиацияға дайындауға арналған. Кейбір нұсқалары жеңіл шабуылдаушы ұшақ ретінде де қолданылады екен. Және де екінші ұшағы ИА-100 Малвина деп аталады. Ол да заманауи ұшақ, және ол да болашақ әскери ұшқыштарды дайындауға арналған ұшақ екен. Аргентинаның гражданский, яғни азаматтық авиациясынан гөрі әскери авиациясы жақсырақ дамығанда, және де осы ақпаратты осы Аргентинаның футбол командасымен де байланыстырсақ болады да. Әскери жақсы дамыған, әскерide қандай? Оларда бір жүйеге, бір адамға мүлтіксіз бағынады. Ал футбол командасына да дәл солай. Аргентина Месси мықты лидерге барлығы бір ауыздан соған бағынады да. Екінші жағынан әскерилер қандай адамдар? Әскери кішкене дөрекілеу болып келеді ғой. Аргентинаның ойынын бүкіл әлем көрді ғой. Осы әлем чемпионатында бір ең дөрекі ойнаған команданың бірі болды. Байқыс жаңағы Испанияның кім еді? Кубарси еді? Қаншама 2 рет айналдырып тұрып құлатты деген секілді. Яғни бұлардың дөрекі ойнауы, ояқта әскери авиацияның дамуы және футболында сондай болуы, жаңағы біреуге бағыну, дөрекілеу болу деген сияқты олардың сондай қанында бар сияқты. Осы ақпаратты ғана алатын болсақ, олардың бір сондай бір қызу қанды және де бір адамға бағына алатын ұлт екенін білуге болады екен да. Ары қарай кетейік. Енді Испанияға келетін болсақ, Испанияда не бар екен әскери авиация бойынша? Оларда негізі Испанияның Airbus Defense and Space деген орналасқан екен. Оның бағыттары көп екен негізінде ше. Бірақ енді осы әскери ұшақтар жағына тоқталатын болсақ, ең бірінші жоюшы ұшақ. Қандай жоюшы, яғни истребитель дейді, соны қандай шығарады екен? Ол Eurofighter Typhoon деген дыбыстан жылдам жоюшы әскери ұшақтарын шығаруға қатысады екен. Eurofighter Typhoon деген. Екіншіден, транспорттық ұшақтардан қандай ұшақтар шығарады? Ол Airbus A400M деген ұшақ. Естеріңізде болса, 2024 жылдың желтоқсан айында Қазақстанға, Алматыға кіріп келді сол ұшақ. Бүкіл Қазақстанды шулатты. Бір халық, вау, керемет, қандай күшті ұшақ, бізде де бар деп мақтанып жатса, екінші бөлігі бұл пәленбай ақша тұрады екен, оны несіне алдық деген сияқты халық екіге бөлініп жатты. Яғни бей-жай қалғандар өте аз болды. Сол ұшақ бізде де бар екен да. Негізі екеуге тапсырыс берген екен, әзірге біреу бар екенін білеміз. Екінші транспорттық ұшағы Испанияда шығарылатын С-295 деген ұшақ бар екен. Яғни әскери транспорттық ұшақты. Негізі осы ұшақ кішігірім әуежай болса да Таразға талай рет қонып жатыр, ұшып жатыр, жаттығу жұмыстарында жасап кетіп жатыр да. Бірақ оның Airbus шығаратынын, Испанияда шығаратынын өзім енді біліп тұрмын да. Қызықты ақпарат болды. Және де осы С-295 ұшағы бойынша тағы бір қызықты факты. Осы Совет
елдерінің ішіндегі алғашқы болып сол ұшақты қолдана бастаған ол Қазақстан екен. Әлі күнге дейін біздің жаңағы әуе қорғаныс әскерилерде, яғни бірнеше осы ұшақ қолданылады. Сіздер де бәлкім көрген шығарсыздар. Келесі үшінші типті ұшақ Испанияда шығатын ол емізуші ұшақ. Қалай кетті? Емізуші ұшақ. Ол қандай ұшақ? Ол басқа ұшақтарға әуеде жанармай құятын Airbus A330 MRTT деген ұшақ бар екен. Яғни әлеуметтік желілерде болмаса соны фото видеосын көрген шығарсыздар. Міне сондай ұшақты да Испанияда шығарады екен, соған қатысы бар екен. Бірақ бұндай ұшақ әлі мен білуімше Қазақстанда жоқ. Сонымен әскери авиация екі елде де бар, дамыған, бірақ қай ел шын мықты басым екенін видео соңында бірге анықтайтын боламыз, иә. Ал қазір екінші тайм азаматтық авиацияда кім чемпион? Екі елде салыстыратын болсақ, Аргентинада өз ұлттық әуе компаниялары бар, бірақ Испания ол Airbus концернінің негізгі 4 мүшесінің бірі болып саналады. Ол не деген сөз? Мысалы, Boeing ұшағын Америка негізінен солар шығаратын болса, Airbus ұшағын шығаруға негізгі 4 ел қатысады екен. Оның ішінде Ұлыбритания, Франция, Германия және біз айтып отқан Испания. Міне осы 4 ел негізгі елдер болып бірігіп осы Airbus ұшақтарын шығарады екен да. Ал себебі ол өте қиын, күрделі нәрсе болып тұр да. Ол бүкіл әлемге әсер етеді. Бір ел оны жауапкершілік толық ала алмайды екен да, ондай нәрсені да. Ал енді осының Испанияда дәл несі шығарылады десек, ол ұшақтың қанаттары, құйрық жақтағы бөліктері, сырттан фюзеляждың элементтері және басқа да күрделі компоненттері шығарылады екен. Егер сіз өзіміздің жаңағы Fly Астан болса, Air Астанамен ұшқан болсаңыз, сіз яғни Испанияда жасалған ұшақта отырдым деп айта аласыз. Яғни әскери авиациясында кішігірім интрига бар болса, кім мықты деген, ал азаматтық авиацияда ешқандай интрига жоқ. Сөзсіз Испания чемпион азаматтық авиация бойынша. Енді кеттік қосымша таймдарға. Үшінші тайм. Бұл жолы біз әуе қозғалысын басқару бойынша осы екі елде салыстырып көрейік. Бұл бойынша да Аргентинада мықты компания бар екен. Инвап деп аталатын компания. Олар әуедегі ұшақтарды 3D бақылау радарларын шығарады екен. Яғни әуеде уақыттың кез келген сәтінде, таңғы 10, кешкі 10, түскі 3 деген сияқты кез келген сәтінде 10 мың ұшақ кемінде әуеде ұшып жүреді екен да. Ал осындай жаздық мықты сезондарда 20 мыңға дейін жетеді екен да. Сол ұшақтардың бәрін 3D бақылай алатын радарлар шығарады екен Аргентинада. Және де алғашқы және екінші реттік радарларды, оны бізде авиацияда primary and secondary surveillance radar деп атайды. Осы радарлардың әрбір әуежайда диспетчерлік мұнараларда сондайлар бар. Оны қысқаша радарлардың жұмысын түсіндіретін болсам, бірінші алғашқы реттік радар дегеніміз ол тек қана шағылысқан сигналдарды қолданады. Яғни радар тұрады да бір сигнал жібереді, ол ұшаққа барады да шағылысып қайтып келеді ғой. Сол бойынша мынау бағытта ұшақ бар, мына жақта жоқ деген сияқты анықтайтын радар. Екінші типтік радарлар болса, ол кішкене сөйлеседі да. Ол радар өзінің әсер ету аймағына SMS жібереді. Сен кімсің деген секілді да. Сол ақпаратқа ұшақ қабылдайды да, оған жауап береді. Менің есімім Air Астана, мен биіктігім мынандай, жылдамдығым мынандай деген сияқты ақпаратты береді. Радар сол ақпаратты қабылдап алып өңдеп диспетчердің мониторына шығарып береді. Міне осыны екінші реттік, яғни secondary радар деп атайды да. Міне қысқаша айтатын болсақ осылай, және осының барлығын Аргентина мықты күшті осылай шығарады екен. Ал Испанияда құр қалап қалмайды екен. Оларда да Индра деген компаниялар бар екен. Оларда да осы әуе қозғалысын басқару жүйелері, радиолокациялық кешендер, авиадиспетчерлік мұнараларды автоматтандыру жүйелері, және де спутниктен ақпарат алатын ADS-B жүйелерін олар жасайды екен. Қараңыз, ADS-B-ді сіз түсінбеңіз мүмкін, бірақ оны
авиация қызығатын екіден бірі оны қолданады да мынау. Мынандай бағдарламаны естігеніңіз бар ма? Flight Radar 24 деген, яғни телефонда сондай қосымша бар, браузерден де кіріп көрсеңіз болады. Ол бағана айтқан 10 мың ұшақ бар ма, соның барлығын сізге телефоныңыздан көрсетіп береді. Кім қай жақтан қай жаққа ұшып бара жатыр, биіктігі қандай, жылдамдығы қандай деген сияқты, ұшақтың типі қандай, соны сіз телефоныңда көре аласыз. Дәл Қазақстанның үстінде, дәл Шымкенттің үстінде, Алматының, Тараздың үстінде қандай ұшып бара жатыр деген секілді. Америкада, Еуропада қандай ұшақтар бар, соны дәл қазір әуеде бар ұшақтарды көре алатын бағдарламада. Міне сол жаңағы ADS-B деген спутниктен келетін ақпаратты қолданады екен да. Енді осы Flight Radar 24 бағдарламасына байланысты бір қызықты оқиға болған. Мен авиацияға, авиадиспетчерлік оқуын оқып жатырмын. Сол кезде Азамат деген группаласым бізді ақмақ қылатын ғой, бізге әзілдейтін ғой. Оқу орнымыз сол әуежайға жақын орналасқан ғой. Ұшақтар гүрілдеп ұшып немесе қонып жатса, ол бүйтетін ғой. Мынау Boeing 747 дейтін, мынау Airbus деп айтып отыратын да. Мәссаған, мыналар нағыз мықты екен деп мен таң қалып отыратым ғой. Сөйтсем, ол осы бағдарламадан телефоннан қарайды екен да, сөйтіп барып айтып отырады екен ғой бізге ше. Сол сияқты бұл бағдарламаны сіз де қолдансаңыз болады. Яғни біреуді күтіп алатын болсаңыз, болмаса ұшайын деп жатсаңыз, ол ұшақ өзі келе жатыр ма деген сияқты, қанша уақыт болды ұшқанына, қашан келеді деген секілді, соны телефоныңыздан қарап отыра берсеңіз болады екен. Міне көріп тұрсыз ғой. Яғни әуе қозғалысын басқару бойынша да екі елде де сондай белгілі бір жұмыстар жасалып жатыр екен. Бірақ кім мықты екенін қазір видео соңында бірге анықтайтын боламыз. Енді 4-ші таймға да келіп жеттік. Бұл таймда біз осы Аргентина, Испания авиациясын айтып жатырмыз. Енді бізге не қатысы бар? Қазақстан еліне не қатысы бар? Соны анықтап көрейікші. Бұл жерде бана жоғарыда айтып өткенімдей, әскери авиация бойынша Airbus 400M, C-295 ұшақтарын Қазақстан қолданады. Яғни бір бар. Екіншіден, жаңағы өзіміздің гражданская авиация дейміз ғой, жаңағы азаматтық авиация бойынша Flyarsan, Air Astana, сол Airbus ұшақтарын қолданады. Яғни азаматтықта да, әскери авиацияда да біз сол Испаниядан шығатын ұшақтарды қолданып жатыр екенбіз. Және де Air Astana әуе компаниясы бар ғой, солар өз ұшқыштарын өздері дайындайтын бағдарламалары бар. Оны Ebeneusha деп аталады. Және де ұшқыштарын талаптары қарапайым да, 18 бен 34 жас арасындағы кез келген Қазақстан азаматы қатыса алады. Ойлаңызшы, сізге авиациялық диплом, тәжірибе, ешқандай диплом, ештеңе керек емес. Сен өзің жақсы кандидат болсаң, сен іріктеп алады да, жаңа оқуға Еуропаға жібереді. Еуропада 3 елге жібереді, соның бірі осы Испания. Ойлаңызшы, олар бұрыннан грантпен, стипендиямен келген соң ұшқыш боласың. Жаңа идеалды ситуацияны айтып көрейікші. 18 жасында біреу тапсырса, 20 жасында жаңағы Airbus-тың ұшқышы болып отырады. Миллиондап табыс табады, бүкіл әлемде шарлайды. Осындай бағдарламаның бар болғанда 15 жылдан асып кеткен, ал соны 99% қазақстандықтар білмейді, әсіресе өзіміздің қарапайым қазақтар білмейді. Менің мақсатым да сол. 6 жыл болды Инстаграмда, қазір осы ютубта да қосып жатырмын, осы мүмкіндіктер жайында айтып жүремін да. Бұл негізі бөлек тақырып. Бүгінгі тақырыпқа оралатын болсақ, яғни Air Astana өз ұшқыштарын дайындау үшін кандидаттарды іріктеп алып Испанияға жібереді. 1,5 жылдай оқиды, келеді да ұшқыш болып жұмыс жасайды. Дәл осы секілді Қазаэронавигация деген компания бар Қазақстанда. Яғни ол бүкіл әуедегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін компания. Олар, яғни мен сияқты әуе диспетчерлерді солар дайындайды. Олар да күтіп отырмайды, Қазаэронавигацияда күтіп отырмайды. Бізге қашан университеттер күшті кандидаттарды, жұмысшыларды береді екен деп күтіп отырмайды. Олар да өз мамандарын өздері дайындайды. Дайындау үшін олар Алматыда оқытады. Онымен қоса Еуропаның 6 елінде ма дәл қазір оқытып жатыр кандидаттарды. Оның да шарттары өзгертті, бәлкім төменге қазіргісін жазып қоямын. Қысқаша айтатын болсақ, Қазақстан бойынша авиациялық дипломсыз-ақ, авиациялық тәжірибесіз-ақ бүкіл Қазақстаннан кандидаттарды іріктеп алады. Түрлі іріктеуден тексерістен өткізеді. Бәрі жақсы болса, оқуға жібереді. 4-тен 1 мүмкіндік қой, төртеуі біреуінде деген мүмкіндік. Біріншісі, грантпен оқиды, стипендиясын алады, шетелге шығады, келгенде әуежайдық, диспетчерлік мұнарада жұмысы дайын тұрады.
керемет па және осы да мүмкіндікті бұндай жұмысты тұрмақ, бұндай жаңағы осындай оқу бар екен тұрмақ, кәдімгі авиадиспетчер деген маман бар екенін өзін қазақстандықтар білмейді да. Ол да бөлек әңгіме, бұйырса қаласаңыздар бөлек видео жасайтын боламын. Әзірге яғни Қазақстанға ықпалын айтып жатырмыз, иә. Бұл біздің диспетчерлерді дайындау үшін де Испанияға оқуға жіберіп алады. Дәл қазір Испанияда Мадрид қаласында 2 оқу орнында авиадиспетчерлер оқып жатыр. 1 жылдан да аз уақытта оқиды, келеді, жұмыс жасайды Қазақстанда, иә. Қызық па? Және де осыған қатысты маған бір шабыт берген, мені қызықтырған бір мынандай ақпарат бар да, ойлаңызшы. Испания сондай керемет авиация бойынша әлемдегі ең алып жетекші мемлекеттердің бірі да. Жаңағы ғарыштық техникада шығарады, әскери, азаматтық, түрлі технологиялар шығарады. Солар битеді екен да. Сондықтан оқып жатқан авиадиспетчерлерге айтады екен да, авиациялық ағылшынды дамытқың келсе, мә деп менің YouTube каналымды береді екен, дайындалыңдар деп. Мен екінші YouTube каналым бар, ол жақта мен авиациялық ағылшыннан потолок балы алдым, және де соны бөлсем де басқалармен. Соны береді екен де, мәңдер дайындалыңдар деп. Мәссаған, ананы мен әшейін ақпаратта салып жүргенмін ғой, сөйтсем мен өзім танымаймын. Бір жігіт жазады, Испанияда бізге сіздің YouTube каналды дайындалуға берді деп. Ол жігіт танымаймын мен. Және де екінші жігіт бар, өзім авиацияға бағыт-бағдар беріп, атыраулық жігіт, сөйтіп ол Испанияға оқуға түседі, соқты оқып жүреді, сөйтсе оған да берген. Айтады, бізге берді сол авиация ағылшынға дайындалуға. Ананы ашып қалсам, сіздің YouTube каналы ғой, мен оны білемін ғой дейді да. Көрдіңіздер ме? Осындай алып мемлекеттің оқу орындары жаңағы менің ақпараттарымды беріп отқанда мен кәдімгідей бір шабыт алып, одан сайын бір қызық кеттім да. Яғни менің әшейін отырмын, қараңыздар. Әлемдік авиацияға тамшылап болса да бір үлес қосып жатырмын екен-ау деп ойланып қалдым. Ары қарай да жұмыс жасау керек екен деген секілді бір мотивация алдым десем де болады да. Сонымен қорытындылайық. Екі елді жаңағы салыстырақ, пенальти сияқты ғой, кім салады, кім салмайды деген сияқты. Егер футболды бағалайтын болсақ, Испания Аргентинаға доп берместен, қақпаға соққы жасатпастан жақында ғана жеңді, иә. Ал авиацияда ше қандай екен? Бірінші, жаңа айтқанымыздай, азаматтық авиация бойынша жаңа Airbus шығарады, одан ешқандай күмән жоқ дедік. 1-0 Испания жеңді дегенбіз. Әскери авиацияда кішкене интрига болған екен. Себебі әскери ұшақтарды Аргентинада, Испанияда шығарады. Бірақ Аргентинанікі көбінесе ішкі нарыққа және оқу жаттығуға арналған ғана болса, Испания ол бүкіл әлемдік жобалар жасайды, бүкіл әлемге экспорттайды екен да. Сондықтан да әскери авиация бойынша да Испания басымдылықпен жеңіп кетті. Келесі, әуе қозғалысын басқару технологиялары бойынша. Жаңа айттық, екі елде шығарылады, және Испания бұл жақта да әлемнің ондаған елінде, соның ішінде көптеген әуежайлар мен аэронавигациялық ұйымдарында Испанияның жүйелерін қолданады екен. Ол жақта мыңдаған инженерлер әлемдік деңгейде жұмыс жасайтын болғандықтан, ол Испания бұл жақта да басымдылықпен жеңіп кетті. 3-0. Қазақстанға ықпалы бойынша ше, Аргентина енді алыс болғандықтан, және де олардың көбісі жаңа ішкі нарыққа арналғандықтан бізге қатты әсері жоқ екен. Ал Испания болатын болса, жаңағындай әскери авиацияны қолданамыз, азаматтық авиациялық ұшақтарында қолданамыз, ұшқыштардың да дайындайды, әуе диспетчерлерінде сояққа жіберіп дайындайды екен де Қазақстан. Сондықтан да бұл бойынша да Испания жеңіп тұр, 4-0. Және де видеода айтпадым, бірақ ғарыштық саласында бір қарап көрсем, ол бойынша да аздаған басымдылықтармен Испания ғарышты игеру бойынша да алда екен. Сонымен футболдан 2026 жылы әлем чемпионатында Испания Аргентина есебі 1-0 болса, авиациялық әлеуеті бойынша Аргентина Ямайка 5-0 емес, Испания Аргентина 5-0 болып чемпион болды. Сонымен келесіде қай елдерді салыстырайын? Ал бұл видео салыстыру ұнаған болса, тіркеліп, пікір жазып, видеоны қолдап отырыңыздар.